Әңгіменің басталуы. Күз сабақтан кейінгі мектеп бөлмесіндегі үнсіздік Зереге әрдайым салмақ түсіргендей сезіледі. Қолы музыкалық ноталарды реттеп жүріп, ол терезе сыртындағы сарғайған талдарға қарап тұрды. Ұялы телефонда бір хабары жыпылықтады. Бұл бірнеше жыл бойы хабарласпаған Асланның хабар екенін көргенде жүрегі қатты соққы бастады. Құрметті Зере мұғалім. Сәлем, келесі аптада туған қалашығымдағы мектебінде шағын концертім болады. Алғашқы шығармамның премьерасы болады. Сіздің қатысуыңыз мен үшін аса маңызды болар еді. Сіздің оқушыңыз Аслан. Хабарды оқып болған соң Зеренің көзіне жас алды. Аслан оның мақтанышы еді. Қолы тітіркеніп мысқылдаған скрипканы ұстай алмайтын. Бірақ көзінде алдынан шұрбы. Ол оған қосымша сабақ берген, ноталар сыйлаған, оны аймақтық байқауларға дайындаған. Ал енді ол атақты музыкант болып, ал өзі осы бөлмедегі ноталар мен үнсіздіктің арасында. Концерт күні зал сыртынан алып тастады. Аслан сахнада жарқын нұр сияқтан еді. Ол сөз сөйлеп, көздерін залды шолып, Зерені тапқанда еніп кеткен жылы күлімдеді. Содан кейін ойнай бастады. Бұл көктемнің дыбыс атты күйі еді. Бірінші ноталар жаңбырдың тамшыларындай тамшылап, күн сәулесіндей жылы естілді. Әуен көтеріле түсті, жаңа туған шөп пен гүлдердің хош иісін, таулы ауаның тазалығын еске түсіретіндей. Зере бұл әуенді бұрын ешқашан естімеген болатын, бірақ ол оның жүрегімен сөйлескендей еді. Бұл оның жас кезіндегі үміттерінің, сезімдерінің, бақыт пен қайғысының дыбысы еді. Әуен аяқталғанда ол өзін жаңа туғандай сезді. Концерттен кейін Аслан оған жақындады. Бұл сіз үшін, мұғалім, деді ол. Сіз мені музыканы сүюге үйреттіңіз. Бұл әуен менің сізге алғысым. Олар қысқаша сөйлесті. Аслан оның әлі күн сайын жаттығатынын сұрады. Зере итермелей күлді. Уақыт жоқ, Аслан, өмір басқа міндеттерге толы. Аслан оған қатты қарады. Бірақ сіздің көздерге ол сөніп қалмаған, тек күтіп тұр. Содан кейін ол өз қолындағы кішкентай әдемі орамалды шешіп Зереге берді. Бұл менің алғашқы сыйлығымнан. Оны сізге апарамын деп жүрдім. Олар қоштасты. Бірақ сол кезден бастап бөлмедегі үнсіздік Зереге бұрынғыдай салмақты сезілмеді. Ол терезені ашып, салқын күзгі ауаның енуіне рұқсат етті. Оның ішінде бір нәрсе оянып қозғалды. Ол жиһаздың артында тозаң жапқан скрипка жастығын ашып қарады. Ішіндегі аспабы әлі де жарқын жылтырап тұрды. Ол оны мұқият ұстап иығына қойды. Жебесін алғаш қойғанда қолы дір етті. Бірақ ол Асланның әуенін еске түсіріп бірнеше нота тартты. Дыбыс таза, жыртықсыз және тірі еді. Терезе сыртында соңғы сарғайған жапырақтар құлап түсті. Бірақ Зеренің жүрегінде ұзақ уақыт бойы ұйықтап жатқан бір нәрсе көктемнің алғашқы дыбысы сияқты жаңғырып ояна бастады.